Әлемдік балеттің шоқ жұлдыздары Астана операда бас қосты. Экспо 2017 мәдени бағдарламасы аясында өткен халықаралық балет фестивалі өз мәресіне жетті. Гала концертте әлемге танымал хореографиялық номерлер Қазақстанда алғаш рет сахналанды. 120 минут аралықта антракт бар. Бұл үзіліс көрерменді еріксіз еліктірді. Себебі концерттің екінші бөлігінде танымал балеттер көпшілік назарына ұсынылды. Тарас Бульба, Дон Кихот сынды туындыларды өнерсүйер қауым ерекше ықыласпен күтті. Фестивальдің жабылу салтанатында Астана опера театрының симфониялық оркестрі өнер көрсетті. Музыканттарға Арман Оразғалиев дирижерлық етті. 2 сағаттық гала концерттің бағдарламасын Берлин мемлекеттік опера театрының бишілері жалғады. Жұлдызды жұп Михаил Канискин мен Элиза Карильо Кабрера, испан хореографы Начо Дуаттоның көп қырлық балетін ұсынды. Бақтың музыкасымен өрілген биге келушілер сүйсінді. Начо Дуаттоның көп қырлық туындысы 2 актілі балет. Біз бүгін сахналық серігіммен бірге шығарманың бір бөлігін көрсетеміз. Бұл заманауи балет. Жалпы фестиваль жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Шара аясында мықты труппалардың өнеріне куә болдық. Қазақстанның қонақжайлылығы ұнады, бөтен сезіну болмады. Үнемі қолдау көрсетті. Қазақстанда тағы өнер көрсетуді қалаймын. Концертке қазақстандық балет жұлдыздары да қатысты. Кеште Мәдина Баспаева, Айгерім Бекетаева сынды танымал балериналар өнер көрсетті. Сондай-ақ жуырда ғана Мәскеу мен Нью-Йорктегі мәртебелі байқаулардан жеңіспен оралған Бақтияр Адамжан, Серік Нақыспеков те кештің көрігін қыздырды. Біз осы жерде тек қана осы жерде емес танысқанбыз, біз и Францияда танысқанбыз барғанда гала концерттермен. Олармен шетелде де бір-бірлерін танып, кішкене айтқанбыз, сіз білесіз ба, білеміз біргін. Осы жерге де келгенде біз өте қуанышты болдық. Шақыртылған жұлдыздардың ішінде ресейлік прима Ольга Смирнова мен премьер Семен Чудин де бар. Үлкен театрдың солистері Цезарь Понидің Перғауын қызы балетінен Падеде ұсынды. Айта кетейік, бұл туындыны қазақстандықтар алғаш рет тамашалады. Насколько я понимаю, Ұйқыдағы ару балетіне сахнаның безендірілуі сәйкес келеді. Осы мүмкіндік біздің өнерімізді ерекше етпек. Мені Астана опера театры таң қалдырды. Сондай-ақ балет труппасының өнеріне тамсандым. Шеберліктері жоғары ұжым екені бірден байқалады. Қиын қойылымды сахналағаны да көзге көрініп тұр. Өз істерінің нағыз маманы екеніне сенімім мол. Бұл театрдың ең басты мақтанышы дер едім. Ал өзім үлкен жауапкершілікті арқалап келдім. Үлкен театрдың атынан фестивальде өнер көрсетудің өзі бақыт деп санаймын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, корейлік труппаның өнері көпшіліктің көңілінен шыққан. Сонымен қатар америкалық балет ұжымының тартуы да көрерменнің таңданысын тудырған. Айта кетейік, халықаралық шарада кореялық универсал балет труппасының 35 бишісі Қазақстанға гастрольдік сапармен келген еді. Бишілер қазіргі заманғы шоқтығы биік хореографтардың авторлық балеттерін ұсынған болатын. Фестиваль состоялся, потому что Фестиваль өз мақсатын орындады. Дайындыққа аз уақыт жұмсалса да, біз танымал ұжымдарды шақыралдық. Бұл фестивальдің негізгі мақсаты заманауи балет өнеріне және авторлық хореографияға баса мән беріледі деген болатынбыз. Жаңа қойылымда көрсетілді. Сондай-ақ танымал туындылар да көрерменге жол тартты. Бастысы діттеген мақсатымызға жеттік. Гала концерттің бағдарламасына оркестр әртістерін де қосып отырмыз. Мұндай ауқымды шараларда кейде оркестр өнер көрсетпейді. Жергілікті өнерпаздардың репертуарлары халықаралық деңгейге сай. Олар кез келген шетелдік бишілермен тең өнер көрсете алады дейді ұйымдастырушылар. Тіпті әлемдік сыншылар Астана балет ұжымына оң бағасын берген. Еске салайық, Астанада балет өнерін дамытуға бағытталған 2 театр бар. Заманауи балет өнерінің жарқын көріністерін өнерсүйер қауым 6 күн бойы тамашалады. Осы уақыт аралығында шығармашылық топтар әріптестік қарым-қатынасты нығайтты, тәжірибе алмасты. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.